Қазақ тарихында сыр өңірінің орны ерекше. Біздің бүкіл түптен тартқан тарихымызда, ауыз әдебиетімізде сыр Алаштың анасы деп айтылады. Сол сырдың бойында орналасқан Жаңақорған кентіндегі жаңадан жаңғыртылып халыққа пайдалануға ұсынылған руханият орталығында тұрмыз. Бұл руханиятта 7 мекеме орналасқан екен, және барлығы сол руханият деп аталатын ұлы ұғымды бойына сыйдырып, сол руханиятты, ұлттық руханиятты қалыптастыруға еңбек етіп жатқан мекемелер, ұжымдар екен. Міне бүгінгі күні мен осы Жаңақорған жерінде оның аудандық музейіне келіп, осы музейді аралап шығып, сондай бір әсерленіп тұрған кезім. Өзім де музей саласының қызметкері болғаннан кейін, маған музей саласының қай жерге барсам да музей саласының жұмысымен танысқым келеді. Оның экспозициясының құрылымы, мазмұнының тартымдылығына соған назар аударамыз. Сол жағына қарағанда бұл мұндай аудандық музейлер әрбір жерде кездесе бермейді, және бұл музейдің осындай тартымды және мазмұнды болуына әсер етіп тұрған бұл Жаңақорғанның терең тарихы, небір үлкен тұлғалар шыққан. Бізге енді айтыс ақындарына аса қымбатты болатындығы Жаңақорғанның аты аталғанда елең ете қалатынымыз арғысы Манап Көкенов әкеміз, Әбдікәрім Манаптың туған жері. Енді бүгінгі күндегі үлкен төкпе ақын Әбілқайыр Сыздықовты біз жиі осы Жаңақорған десе елең ете қаламыз. Және мына мемлекеттігіміздің тарихында, тәуелсіздігіміздің тарихында қалыптасуына, оның берекелі елге айналуына үлкен еңбек сіңіріп кеткен Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев ағамыз бұл елдің үлкен мақтанышы. Және Қазақстанның мына заңының, конституциясының авторларының бірі Сұлтан Сартаев ағамыздың да осы Жаңақорғанда тууы, мына Жандарбек ағамыздың Қазақстанның елтаңбасының авторы осы Жаңақорғаннан шығуы, тууы, осының бәрі тегін емес, кездейсоқ емес. Яғни ол жердің құнары, жердің қасиеті, елдің киесі деп түсінуге болатындай үлкен мәліметтерді осы жерден алып тұрмыз. Және осы музейдің мазмұнын бір сөзін шашпай жеткізіп, түсіндіріп, әсерлендірілген мына ініміз Бақдәулетке үлкен алғыс білдіремін. Еңбегің жемісті болсын, сол қызметің өрістей берсін, халыққа, елге, ұрпаққа сіңірген еңбегің жарқырап таныла берсін деген білем.